Баршаңызға сәлем, сіздермен бүгін Арай. Мен бүгін сіздерге керемет көженің рецептісімен бөлісемін. Бұл көжені күннің суығында даладан тоңып келген кезде ішсеңіздер, және де тұмаудың алдын алатын көже. Күрішімізді жақсылап жуып аламыз да, қазанымыздағы суымызға салып күрішті пісіреміз. Бұл көжені ерте заманда аталарымыз даладан тоңып келген кезде, сол кезде ішкен осы көжені апаларымыз пісіріп қоятын. Өзіміздің қазақтың ежелден келе жатқан көженің бірі. Бір жағынан түрлі ауруларға да шипа. Достар, сіздер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария қалдыруларыңызды сұраймын. Енді ары қарай көжемізге қосатын қоспасын дайындай берейік. Осылайша қайнаған суымызға құртымызды салып араластыратын боламыз. Менде осындай үйде қайнаған құрт бар. Сол құртты осылай суымызға салып, сапырып, езіп араластырып алатын боламыз. Егерде сіздердің үйлеріңізде осындай қайнаған құрт болмаса, онда кәдімгі кепкен домалақ құрттарымызды да осылай суға салып, ертіп, жұмсартып, осылай езіп аласыздар. Осы көжені балаларым керемет жақсы көреді. Бұл көжені қазіргі кезде күннің суықтығына байланысты, қазір қыс мезгілі, сондықтан да жиі жасап беруге тырысамын. Енді жәнегі араластырған құртымызды піскен күрішіміздің үстіне құямыз. Мұнда тағы да аздау болады құртымыз, тағы да құртты езіп, тағы үстіне құятын боламын. Және де дәміне қарай бір шай қасықпен толтырып тұз салдым. Сіздер де дәміне қарай саласыздар. Мінекей тағы да біраз құртымызды алып, суға осылай ертіп алып, тағы да араластырып, жәнегі көжеміздің үстіне құятын боламыз. Құртымызды көжеге құйдық. Бұрын апаларымыз айтатын, осындай көжеге ұн қосу керек деп. Мендегі көже қою болғандықтан бір шай қасық кене ұн қосып араластырамын. Егер де сіздерде көбірек жасаған болсаңыздар, 2-3 қасық ұн қосып араластырып қоссаңыздар болады. Бұрын кезде апаларымыз үлкен қазанға жасағанда 3-4 қасық ұн қосатын. Сол сияқты менде бір қасық кене ұн қосып қосатын боламын. Мінді қосамын. Және де осының алдында мен сары май қосу керек болған. Ол видеоға түспей қалыпты. Үлкен ас қасықпен 2 ас қасық сары майды қосатын боламыз. Мұнда видеода көріп тұрғандай көжеміздің беті сары болып, майы шығып, әдемі болып тұр. Мінекей біздің көжеміз уже дайын болды. Дәмі деген керемет. Қазір балаларым ішетін болады. Қазір дәмінде көреміз. Достар, егерде сіздер менің жаңадан шыққан видеомды ең бірінші болып көргілеріңіз келсе, онда сіздер подписация бөлімінің жанындағы қоңырауша белгіні басып қойыңыздар. Сонда сіздер жаңадан шыққан видеомды ең біріншіден болып көре алатын боласыздар. Менің каналымда осындай қолжетімді, қарапайым түрде жасалатын рецепттермен көп бөлісетін боламын. Ұлым сабақтан келіп, көжеден ішіп отыр. Тойымды әрі пайдалы көже ас болсын.